Ақпараттық турдың алғашқы бағыты Шырайлы Шымкент шаһарында жалғасты. Швеция, Бельгия, Англия мен еліміздің өзге аймақтарынан келген саяхат тобын аймақтағы туризмді дамыту қауымдастығының жетекшісі Гүлмира Ақбердиева алып жүрді. Белгілі өлкетанушы Алексей Гончаров қонақтарға қаланың өткені мен бүгіннен пайдалы мағлұматтарымен бөлісті. 10 адамнан тұратын делегация алдымен Киелі Қошқарата өзеніне аялдады. Бұлақ суынан дәм татып, өзеннің сан түрлі қасиеттерімен танысты. Бұл жердің табиғаты өте керемет. Күз мезгіл болса да, ағаштардың барлығы әлі жасыл желекке оранып тұр. Қошқарата өзені денсаулыққа шипалы деп естідім. Бұл жерді абаттандырып, ғимараттар салса, туристер қызығатын мекенге айналары даусыз. Бұдан кейін қонақтар тәуелсіздік саябағында болып, тәуелсіз мемлекетіміздің төл тарихымен танысты. Шырайлы Шымқаланы жоғарыдан тамашалауға мүмкіндік алды. Азаттықтың символы болған тәуелсіздік монументіне естелік суреттерге түсті. Мен Шымкентке алғаш рет келдім. Халықтың қонақжайлығы мені таңғалдырды. Мұнда келгелі біраз ақпарат жинадым. Оңтүстікте тарихи орындар мен көрікті жерлер көп. Тек жарнама мен қызмет сапасын жандандыру керек. Сонда ғана туризм саласы өркендейді деп ойлаймын. Жалпы маған қала қатты ұнады. Ақпараттық тур аясында қонақтар Дендросаябақ, Бәйдібек би ескерткіші мен оңтүстік тарихи өлкетану мұражайларын аралады. Түркістанға аттанған топ Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ғаламаттарын көзбен көрсе, Ақсу-Жабағылыда этноауылдар тігіліп, шетелдіктерге халқымыздың салт дәстүрі насихатталды. Осылайша оңтүстік өңірі экспо көрмесіне қарқынды түрде дайындалып жатқандығын аңғартты. Жанболат Меусұлы, Бауыржан Жүсіпов, ТВК телеарнасы.